Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен өте дәмді кокосовый стружкадан дайындалатын жұп-жұмсақ нәп-нәзік печеньенің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Мені жоғалтып алмас үшін менің YouTube арнама міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, бұдан да басқа мраморный печеньенің өте оп-оңай печеньелардың рецептісі бар. Міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер достар. Мына заттарын дайындап алдым. Ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды саламыз, үстінен шекер, кокосовый стружканы салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз осылай болып араласты. Үстінен ұнның үстінен кішкене ғана қопсытқыш қосып, дәл осылай араластырып алдым. Міне дәл осындай қатты емес, осындай теста қамыр болып шықты. Енді осыны пергаментті бумагаға қасықтың көмегімен барлығын жайғастырып шығамыз. 160 градуста қызып тұрған пеште 15-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Дәл осындай өте дәмді болып шықты. Дастарханға ұсынадан алдын печеньеміз суыған кезде үстінен қант ұнтағын осылай сеуіп алдым. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрбір жазған комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол себепті өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Рецептерімді жоғалтып алмас үшін менің міндетті түрде YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Әлалда көптеген видео рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, неше түрлі тәттілердің, тағамдардың, торттардың, декорлардың рецептісі бар. Кіріп қарап көріңіздер. Келесі видеомда менен қандай рецепт күтесіздер, міндетті түрде комментария бөліміне жаза кетіңіздер. Сіздерді міндетті түрде оқитын боламын және сіздер сұраған видео рецептпен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.